Сәлем, құрметті аналар, қалайсыздар? Бүгін керемет тақырып болмақ. Бала 1 жасында не істей алу керек? Және балаңыз уақытылы дұрыс дамып келе жатыр ма? Әлде дамуында қандай да бір кешеуілдер болып жатыр ма? Соны анықтайтын индикаторлармен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, достарыңызға жіберіңіздер, және де менің парақшама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің келесі пайдалы видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар. Кеттік. Мен Гүлфия Абайқызы, балаларды ойын арқылы ерте жастан дамыту маманымын. Бүгінгі ақпарат өте қызық болмақ, соңына дейін тыңдаңыздар. Сонымен 1 жасында балада указательный жест пайда болады. Бала өзіне керектіні көрсетіп, нұсқап түсіндіре алады, немесе бір нәрсені сұрасаңыз, қайда деп, ол сізді түсініп, соған көрсету керек, немесе өзіне ұнап қалған көшеде кетіп бара жатқан машина, экскаватор, трактор бір нәрселерді бұрын деп көрсетеді, немесе мама қайда, папа қайда десең, оған оларды қол саусағымен атасын, әжесін, ата-анасын саусағымен көрсете алатындай осындай указательный жест пайда болады. Бұл баланың түсінігі туралы хабар береді, яғни баланың түсінігі жақсы дамып келеді. Екінші, 1 жаста бала басымен изеп, немесе басын шайқап, өзіне керегін түсіндіре алады. Су ішесің ба? Басын изейді, немесе ішпеймін дейді. Жатасың ба, тұрасың ба, мұнау саған керек пе, керек емес пе, тіпті басқа бөтен адамдар кел деп шақырған кезде барғысы келмесе басын шайқайды. Көбінде 1 жасқа дейінгі балаларда, ондай нәрсе болмайды, бізде болып жатқан жоқ деген сияқты ойлар қалыптасуы мүмкін. Оның дамуына дұрыс мүмкіндіктер жасап жатқан болсаңыз, көңіл аударып жатқан болсаңыз, осының барлығы уақытылы шығып отырады. Өзінің атын біледі. Атын атасаң, басын бұрып қарайды, елеңдейді, шақырсаң келеді, кітап оқиды, кітаптағы жануарларды, жаңағы жеміс жидектердің атауларын сіз не үйреттіңіз, соны кері сұрасаңыз, бала жаңа указательный жестпен көрсете алады, немесе жалпы жан-жануарларды таниды. Сұрасаң жаңа қалай дыбыстайтынын айтады, немесе ойыншықтардан мысалға бір жерден сиырдың суретін көріп қалса, көрсетіп му деп деген сияқты айта алады. Мінекей осындай кері байланыстар болу керек. Және егер ұл бала болатын болса, машинаны брр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 рrrрrрrr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 
қалай ойнау керек екенін түсініп ойнай алады, иә, яғни әр берген тапсырмаңызды орындайды, командаларды түсінеді, командаларды орындайды, ал, бер, сал, шығар, аш, жап деген сияқты жеңіл оңай ұғымдарды түсінеді. Осындай кері байланыстар бар болса, егер сіздің балаңыз осының барлығын жасап жатса, онда тамаша, сіз дұрыс дамытып жатсыз, сол бағытта ары қарай жүре беріңіздер. Ал егер ондай нәрсе жоқ болып жатса, әлі болмай жатса, онда ол дұрыс емес дамып жатыр, немесе сіздің балаңызға бірдеңе болып қалды деген сөз емес. Мен ешқандай да сіздерді қорқытқым келмейді, бірақ 1 жасында егер бала солай жасап жатса, мен ондай аналарды мақтағым келіп тұр. Ал егер балаңыз ондай өнерін әлі көрсетпей жатса, демек, мүмкін сіз тіпті оның әлі істей алады, оған осындай нәрселерді үйретуге болады дегенді түсінбей жүрген шығарсыз. Сіз оның әлі бөпе санап, әлі кішкентай сәбиге қарым-қатынас жасап жатқандай жүрген шығарсыз. Сіз олай ойламаңыз, әлі ерте деп ойламаңыз. Сондықтан балаңызға көбірек дұрыстап көңіл бөліңіз, сөйлесіңіз, ойнаңыз, неше түрлі командаларды үйретіңіз, балаңыз міндетті түрде сізді қайталайтын болады. Мән беріңіз. Запуск речи бұл бала дамуының ең биік шыңын көрсетеді. Яғни треугольник Вильмсы деген бар ғой, соның түбіндегі фундаментінен бастап барлығы дұрыс қалыптасып келе жатқандығын білдіреді. Яғни баланың дамуында ешқандай проблема болмаса, бала уақытылы сөйлейді. Және сөйлегеннің де өзінің сапасы бар, сөйлеу деңгейінің сапасы бар. Просто әртүрлі қисық-қисық сөздерді емес, кәдімгідей сапалы сөйлем құрау, бірнеше сөзден тұратын сөйлем құрау, ойын нақты жеткізу, нақты сұрағын қоя алу бар, иә. Яғни тіпті сөйлеп жатыр деп былдырлап сөйлеп жатқанның өзінде де кейбірде ата-аналар қуанып жатады. Бірақ дегенмен сапасы, ой түсінігі қалыптасуы, ойын жеткізуі, ежіктемей, бір-біріне сәйкес келмейтін сөздерден құрап сөйлем айтуы, кішкене
сөзіне оны әрең түсініп алатындай емес, кәдімгідей нақты, тиянақты жеткізе алу да мысалға ол дамудың бөлек деңгейін көрсетеді, индикаторы. Сондықтан осындай нәрсеге де мән береміз. Ал енді біздің бүгінгі әңгімеміз ол именно 0-ден бастап тіл дамуына байланысты, яғни 1 жаста бала осознанно толық саналы түрде сөйлеуге көшеді. Алғашқы сөздерін айтады. Мінекей осы тұсқа көбірек мән беру керек. Егер осы тұста сіз балаңыздың атына елеңдемейтінін көрсеңіз, командаларды орындамайтынын көрсеңіз, түсінігі дұрыс емес қалыптасқан, алып бер, барып кел, мысалға ана диванның үстінде тұрған аюды әкеп бер десең, аюдың не екенін ал келіп бер дегенді түсінбей жатса, мысалға ол уже сізде жайлап первый звоночектар, біздің баламызда кішкене әлі чуть-чуть задержка болып жатқан сияқты, деген сияқты бір сізге звоночек болу керек, сіз яғни оның дамуына көбірек дұрыстап тұрып мән беру керексіздер. Ең бірінші балада импрессивная речь қалыптастырады. Речтің, тілдің импрессивная, экспрессивная деген екіге бөлінеді. Импрессивная речь ол внутренняя речь деп сіздерге түсіндірейін, сенсорная речь деп те айтады, яғни баланың түсінік қалыптасуы. Мен басқа видеода айтқан болатынмын, менің төменде тіл даму туралы, запуск речи туралы видеомды қарамаған болсаңыз, міндетті түрде қарап алыңыз. Сол жерде зона верники, зона брака туралы толықтай түсіндірдім. Зона верники дегеніміз естіген ақпаратты қорытып түсіну, яғни осы зонамен жақсырақ жұмыс жасау керек, қалай жұмыс жасау керек, соны басқа видеода айтқан болатынмын. Импрессивная речь деген осы тікелей осыған байланысты, яғни бала оған арналып жатқан речті, тілді түсінеді, оймен түсініп қабылдайды, яғни ол балада әлі речь запуск болмаса да внутренняя речь қалыпты дамып жатыр, яғни балада түсінік бар, бала команданы орындайды, оған қарым-қатынас жасағанда кері байланыс береді. Кітапты қарап отқан кезде жануардың атын сұрасаңыз, мысалға сиырға істесеңіз, көрсетеді, указательный жест бар. Сиыр қайтеді деп сұрасаң, му дейді, міне уже осы арқылы балада внутренний речь дамып тұрған көрсетесіз, түсінесіз. Неше түрлі ойын барысында қалай ойнатқанын көрсетсеңіз, ол сізді қайталайды. Зеркальный нейроны дұрыс дамыған, осының барлығы бар болса балада, онда сіздің балаңыздың тіл дамуында проблема жоқ. Ол дұрыс дамып келе жатыр. Енді алдағы уақытта ол балада запуск речи болады, алғашқы сөздерін айта бастайды, яғни без проблем бала сөйлеп кетеді деген сөз. Одан кейін экспрессивная речьке өтеді, яғни моторная речь деп айтады, артикуляция, дыханиенің барлығы іске қосылып, уже алғашқы сөздерін шығарады. Түсінік бар, уже сөздерді шығарып, бала речке, тілдің сөйлеуіне уже запускке тікелей өзі қатысып араласа алады, сөзбен атайды, сұрайды. Бұл уже бірден кейін негізінде басталады. Уже 1 жаста бала оншақты сөздерді айта алуы мүмкін. 1 жас жарымда уже кәдімгідей балада толық запуск речи болу керек. Бірнеше сөздерді бала айта алу керек. Внутренняя, яғни импрессивная речь бар ма, оны қалай түсінеміз? Мен мысалға өз баламнан сіздерге арасында видео салып көрсетіп отырамын, арасында инстаграмға да салып көрсетіп отырамын. Мен мысалға әпкеммен телефонмен сөйлесіп жатқан кезде, біздің Мансұр өзі тұрып үйреніп жүрген шағында, ол 8-9 айларында бала орнынан тұрып, 1-2 қадам жасап жүрген кездерінде мен әпкеммен телефонмен сөйлесіп жаттым. Мансұр өзі тұра алады, бастап жүріп жүр деп телефонмен сөйлесіп жатқан, отырып ойнап отқан бала ұшып түрегеліп өзінің тұра алатынын көрсетіп жатыр да. Өткен жол тағы да бір сөйлесіп жатырған кезде, горшогыңды алып кел десең, горшогын алып келеді деп сөйтіп бөлісіп жатқанмын, жүгіріп барып ана жаққа ойнап отырған бала жүгіріп бара жатыр, жүгіріп барып горшогын алып келе жатыр. Яғни ол менің мына жақта сөйлесіп жатқан әңгімемді түсініп, мына жақта уже жасап жатыр. Көрдіңіз ба, ол өзінің жасай алатынын көрсетіп жатыр. Және де оны мен қайдан байқаймын? Кітаптардағы жанды жануарларды көрсетеді, сұрасаң айтады, әрбіреуінің дыбысталғанын салады. Мінекей осындай индикаторлар арқылы баланың тіл дамуы жақсы келе жатыр, жақсы қалыпты деңгейде дамып жатыр деген сияқты көрсеткіштер. Сіздің балаңыз әлі сөз айтпаса да, бірақ осындай внутренний речь бар болса, онда сіз ештеңеге уайымдамасаңыз болады. Одан кейін уже экспрессивная речьке өтеді. 1 жас 1 айдан бастап, 1 жаста 1 жас 1 айдан бастап бала толық сөздерді айта алу керек. Мама, папа, ата, бер, ал,
Және де маған көп ата-аналар Инстаграмға жазады, дайректке. Менің баламда жаңағыдай алғашқы буындар айтып жүреді, қазір айтпай қалды деген сияқты. Ол негізі оған дейінгі айтылған дыбыстар, ол жай ғана лепет, былдырлаған буындары, яғни оның алғашқы сөйлеуге дайын моторный жаңағы жаттығулары, дыбыстары шығарып жатқан. Былдырлап просто мама, тата, папа, там ба, ма деп сөйлей беретін болса, ұйқасы жоқ, просто тек ойнап отырып, да, ол просто жай ғана лепет. Ал егер арнайы кәдімгі мамасына қарап ма деп жатса, папасына қарап па деп жатса да, бұл не папа емес, толық просто па, мама емес, ма болса да, бірақ ол сізге обращенно айтып жатса, онда бұл речь, онда бұл сөйлеп жатқаны балаң. Бұл алғашқы экспрессивті речь деп, моторный речь деп қуана берсеңіз болады, яғни балаңызда запуск речи бар. Допқа қарап доп дейді, сиырға қарап му дейді. Мінекей бұл шынайы уже экспрессивті речьтің пайда болғандығын білдіреді. Яғни балаңызда запуск речи бар. Бірақ ол оларға қатысы жоқ, просто ля-ля, та-та, папа, басқа да дыбыстарды шығаратын болса, онда жай ғана лепет болуы мүмкін. Мінекей соны аңғарып жүріңіздер. Бала 1 жасында башня құрай білу керек. Башняны арнайы үлкен кубиктардан, жұмсақ кубиктардан құрсаңыз болады. Кубик болмаса, туалетный бумагалардың рулондарынан құрастырсаңыз болады. Яғни баланың команданы орындай алуы және де зеркальный нейроны дұрыс жұмыс жасап тұрғандығын, сізден көріп оны қайталап жасап тұрғандығының индикатор. Яғни бала сондай оңай нәрселерді жасай алып жатса, баланың внутренний жаңағы импрессивті речьпен проблемасы жоқ, баланың зеркальный нейроны жасап тұр, баланың түсінігі дұрыс деген индикаторлар. Мінекей осындай нәрселер арқылы балаңыздың дұрыс дамып жатқандығы, сөйлеумен проблема болмайтындығын бақылай аласыз кішкентай возрастында. Сондықтан осындай нәрселермен үйде өзіңіз диагностика жасап бақылап көріңіз. Кейбір жағдайларда өкінішке орай түрлі логопед, дефектологтар, басқа да мамандар бар. Қазір қаралым көбею үшін, жаңағы рилстары күшті просмотр жинау үшін қандай да бір қорқынышты нәрселерді айтып, осыны бүйтпесе балаңыз сөйтпей қалады, мынаны алып бермесеңіз балаңыз жаңа бүйтіп қалады, мынандай ойыншықты берсеңіз балаңыз бүйтпей қалады деген сияқты өте көп роликтер бар. Өтініш, ондай нәрселердің бәрінен қорықпаңыз, шошмаңыз. Инстаграмға шығып қандай да бір ақпарат айтып отырған эксперттің барлығы бірдей эксперт емес, өкінішке орай эксперттің де эксперті бар. Сондықтан ең бірінші біреудің рилстарын қарап, бейтіп, ойбай, мына ойыншықты бер деп жатыр, берейін, анау берме деп жатыр деп баладан алып қойып отырудың қажеті жоқ. Сіз ол Инстаграмның, тиктоктың рилстарына уақыт кетіргенше барып балаңызбен ойнаңыз. Балаңызды тыңдаңыз және өзіңіздің жүрегіңізді тыңдаңыз. Өзінің баласына не керек екенін кез келген ана өте керемет сезеді, потому что керемет байланыс бар, Аллах тағаланың өзі жүрекке салып қойған. Сондықтан әртүрлі үрейлі видеоларға сеніп, әртүрлі эксперттардың түрлі ақпараттарына басыңызды ауыртпаңыз. Ең бірінші өзіңізді тыңдаңыз, жүрегіңізді тыңдаңыз, балаңызға уақыт бөліңіз, бәрі де керемет болады. Осы видеодан кейін мен ертең сіздерге біздің ойнайтын ойыншықтарымызға обзор жасайтын боламын. Именно баланың ойлау қабілетіне, осы внутренний импрессивный речьтің қалай дамыту керек, осындай бағыттарға арналған ойындарымызбен бөлісетін боламын. Міндетті түрде маған тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар, сол видео шыққан бойда бірінші болып көресіздер. Осындай баланың ішкі тілін дамытатын, түйсігін қалыптастыратын ойындардың бірі, мүмкін сіз ойнатпай жүрген боларсыз. Элементарный кішкентай ойыншыққа, ұл бала болсын, қыз бала болсын, бәрібір. Мен ұл бала ғой, мен ондай ойындарды ойнатпаймын, кукламен ойнатпаймын деген сияқты қате пікірден аулақ болыңыз. Кез келген баланың ойын қалыптастыруға, түсінігін қалыптастыруға көмектесетін кішкентай возрастағы күшті ойындар, ол кез келген тамақ ішіп отқан кезде өзіне де тамақ беріңіз, ойыншыққа да тамақ беріңіз. Ұйықтатып жатқан кезде мысалға оны қасыңызға алып ұйықтатыңыз, оны да аяққа шайқаңыздар, бірге жаялыққа ораңыздар, оны да емізіңіз. Мінекей осындай забота, сөйлесу
сөйлесу, күнделікті өзіне жасалатын нәрсенің барлығын оған да жасап, ойыншыққа да жасап көрсетсеңіз, баланың көріп жатқан, біліп жатқан нәрсесі сол ғой. Сондықтан оған өте қызықты болады. Өзіне жасалып жатқан нәрсені ойыншыққа да, куклаға да, мягкий игрушкаға да жасап жатқанын көргеннен кейін, ол да соны жасағысы келеді, ол да соны түсінеді. Кел, бұған да нәски кигізейік, кел, оған тамақ берейік, кел, оның тісін жуайық, щеткаменен оның тісін бірге жуыңыздар. Ол моторный планирование, жаңағыдай күшті белсенді ойындар, түсінік қалыптасады, сөздік қоры көбейеді. Яғни бұл жерде сізден көрген қайталау арқылы зеркальный нейрон іске қосылады. Сондықтан осындай ойындарды да балаға ойнатып тұрыңыздар. Дамытам деп, былай айт, бүй деп айт, сүй деп, мама деп айт, папа деп айт, кәні былай деп, айт деп сұрап, немесе мама деп бір сөзді үйретіп, оны баланың қасының миын жемейміз. Никогда олай кішкентай балаға тілді дамыту сабақтары жүрмейді. Біз не істейміз? Біз просто өзіміз сөйлесеміз. Күнделікті жасап жатқан нәрселерімізді айтамыз, қасында көрсетеміз. Баланың карта языка сол жаққа жазыла береді. Күнделікті естіп жатқан сөзі, каждый раз іс-әрекет, осы іс-әрекетті жасаған сайын, осы нәрсе сөз айтылатын болғасын, бала соны құлағына құя береді. Осы әр ситуациямен оны бір-біріне байланыстырып, түсінік қалыптасады мінекей. Сондықтан баламен көбірек сөйлесіңіздер, жаңағыдай ролевой ойындарды көбірек ойнаңыздар. Осындай бағытта баланың тілін дамытуға жұмыстаныңыздар. Және де бастапқыда тілін дамыту үшін арнайы сөздерді айту бала үшін қиындық туғызады. Бала бірінші буынға бөлінген жеңіл түрдегі дыбысталуларды, яғни фразалық речьтен гөрі ең бірінші звукоподражаниемен тілі шығады. Мысалға, сіз түрлі башняны жасап қойдыңыз, баламен бірге башня жасайсыз да, оның үстіне бір нәрсені қойдыңыз, мысалға допты, одан кейін оны ба деп лақтырып жібердіңіз, сындырдыңыз. Ол күлкілі, бала ол жерде күледі, қуанады. Ол бір жағынан моторное планирование, аннан құлату үшін ол қандай да бір әрекет жасау керек, е? Сондықтан қайтадан оны құрастырамыз. Сіз өзіңіз құрастырасыз, бала сосын қайтадан бірге бақ деп құлатасы. Яғни бұл жерде бақ, бух деп атқан дыбыстар звукоподражание. Яғни бала соны сізден құраған башняны өзі де жасағысы келіп, өзі де попытаться етеді, өзі де тырысады. Мүмкін ода уже жасай алатын шығар, мүмкін жасай алмаса сөйтіп үйренетін шығар. Сондықтан осындай нәрселерді жасап, звукоподражание жасап үйретіңіз. Машина айдаған кезде самолет деп ұшады, машина би деп жүреді, қандай да сиыр му дейді, анау тағы басқа дейді деген сияқты осындай звукоподражание, дыбысталуларды үйретесіз, әртүрлі буындарды үйретесіз. Мінекей содан кейін барып, ито жаңағыдай айт деп үйретпейміз, сіз өзіңіз сол действияда, сол ойында бірге өзіңіз эмоциямен, түрмен, кәдімгідей дыбыспен, дауыс ырғағымен солай баланы ойнатасыз. Сол кезде бала қызығып сізге келеді, сізге ойнайды, атына елеңдемейді, анау-мынау деген сияқты проблема болмайды. Баланың тілі осындай звукоподражаниемен күшті шығатын болады. Құрметті аналар, сіздерге енді ақпарат көп болып бастарыңызды ауыртып жібермейін. Келесі видеоларда біздің ойнайтын ойыншықтарымыз туралы болады. Одан кейінгі видеоларда мен өзіміздің тіл дамытуға көмектесіп жатқан керемет кітаптарымызбен бөлісетін боламын, авторлармен бөлісетін боламын. Сондықтан парақшама тіркеліп, менің видеомды күтіп жүріңіздер, маған пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, достарыңызға жіберіңіздер. Егер белсенділік танытып жатсаңыздар, ендеше менің осы жұмысым, осы каналым сіздерге пайдаға асып жатыр және де ұнап жатыр деген, яғни осы тарапқа мен көңіл бөлуім керек, уақыт бөлуім керек дегенді білдіреді. Сондықтан мені қолдап қойыңыздар, өйткені кішкентай баламен жүріп осылай ұзақ уақыт видео жазып отыру, оны монтаждау үшін менде көп уақыт алады. Бірақ сіздерге оның пайдасы тиіп жатса, сіздерге ұнап жатса, мен осы бағытта аянбай жұмыс жасауға дайынмын. Рахмет назарларыңызға, мен сіздерді жақсы көремін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.